Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ірімшік пен құлпынай қосылған десерт жасайтын боламыз. Ендеше бисмилля деп бастайық. Ең бірінші біз жылы суымызға осындай желатин қосамыз. Менде халал желатин, сіздерге де халал желатин алуға кеңес беремін. Енді араластырамыз. Енді бұны бір шетке қоя тұрамыз. Осындай силиконды формаға құлпынайларымызды саламыз. Сіздер құлпынайдың орнына таңқурай салсаңыздар да болады. Жуылып тазаланған құлпынайды мен өстіп силиконды формаға құйып алдым. Енді бағанағы желатинімізді оның үстіне құямыз. Енді біз бұны тоңазытқышқа жіберіп, қатқанын күтеміз. Енді біз десертіміздің астыңғы бөлігін дайындаймыз. Тағы да жылы суға желатинімізді салып, араластырамыз. Бір құпиямды айтайын, мен желатин мен суды блендермен езіп алдым. Сол кезде бір қалыпты масса болады. Және де желатиніміз жақсы ериді. Енді бұл массаны да шетке қоя тұрамыз. Ірімшіктің үстіне қаймақ қосамыз. Енді блендермен жақсылап езіп аламыз. Енді біз бұл массаның үстіне бір қасық бал қосамыз. Егер де сіздерде бал жоқ болатын болса, қант қосуға да болады. Енді езуімізді жалғастырамыз. Мінекей достар, осындай масса болғанға шейін ездім. Енді оның үстіне желатинді суымызды қосып, тағы да араластырамыз. Мінекей достар, осындай бір қалыпты масса болғанға шейін жақсылап араластырдым. Енді бірінші массамыз бен екінші массамызды біріктіреміз. Енді біз десертімізді 2-3 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Десерт толықтай қатуы керек. Достар, біздің десерт толықтай қатты. Енді біз оны формадан шығарамыз. Формадан өсті бұл оңай шығады. Енді тарелкаға алдырамыз. Енді ақырындап шығарамыз. Сонымен достар, біздің десерт дайын, түрі өте тәбетті. Сіздер құлпынайдың орнын таңқурайға да ауыстырсаңыздар болады, немесе қатқан құлпынай алуларыңызға да болады. Егер де тәтті бірдеме жегіңіз келсе, істеп көруге сізге кеңес беремін. Сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырау шаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше астамды болсын. Сау болыңыздар. Еще форманы әдемі шыққан айтамын.